5,000-нан 126 ондық бөлшегін онға көбейтуді, ондық бөлшекті натурал санға көбейту ережесін пайдаланып орындайық. Енді берілген ондық бөлшекті 100-ге көбейтейік. Сол сияқты берілген ондық бөлшекті 1000-ға көбейтсек, көбейтіндінің мәні де 5126-ға тең болады. Сонымен ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және сол сияқты сандарына көбейту үшін көбейткіште неше нөл болса, ондық бөлшектегі үтірді сонша цифрға 10-ға қарай жылжыту керек.